Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Кейде күйбең тіршілікпен өмірде көп нәрсеге көңіл бөлмей жататындығымыз бар. Жыл бойына қойған жоспарларымыз да көп. Алайда бүгін соның бәрін бір шетке ысыра тұрып, ең маңызды болған бір іспен шұғылданып көрсек деймін. Бүгін біз ислам дініндегі ата-анаға құрмет жайында айтатын боламыз. Аллаға құлшылық етуден кейінгі ең ізгі амал ол ата-анаға құрметпен қарау. Бауырым, сіз немесе қарындасым, айтыңызшы, сіз жылдың әр күнінде ата-анаңызға жақсылық жасап келесіз ба? Әлбетте солай. Менің де оған еш күмәнім жоқ. Дегенмен бүгін анамызға өзгеше бір құрмет көрсетіп қойсақ. Егер ол болмағанда біз мына жарық дүниені көрмес едік. Бұқарша айтсақ, 10 ай сені көтерген, аязды күнде айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен анаң. Ол бүгін әлсіреген, шашы ағарған. Кім үшін? Сен үшін. Ал әкеңше, күндіз-түні еңбек етіп, үй бетін көрмей, жұмыс таңдамай, бар күшін сарп етіп. Кім үшін? Сен үшін. Сенің дұрыс өсіп жетілуің үшін. Адамға өмірдегі ең жанашыр адам ана, әке. Бүгін олар үшін не істейсің? Егер сен бүгін ата-анаңның үйіне жағдайын сұрап қонаққа барсаң, оны бұрынғыдан басқаша жаса. Оларға сыйлық ала бар. Не үшін сыйлық алып келгеніңді сұраса, оларға Алла қаласа осы күні Рамазан сайын әрқашан сыйлық сыйлап тұратындығыңды айт. Ал егер анаң басқа қалада немесе шетелде болса, әдетте ол кісімен 5 минут сөйлессең, осы жолы 15 минут сөйлес. Ал егер ата-анаң қайтыс болса, ендеше олардың зираттарына бар. Иә, бүгін бар. Олар үшін Құран оқы, түнгі намазға тұрып дұға жаса, немесе олардың атынан садақа бер. Қолыңнан келетін қандай бір ізгілік амал қыл. Ал енді қайсы біріміз ол екеуінің бірін ренжіткен болсақ, бүгін қуантуымыз керек. Немесе бүгін олардан кешірім сұрамайынша жатпауымыз қажет. Бүгін аналар күні, немесе бүгін әкелер күні. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла бізге былай бұйырды. Раббың тек қана өзіне құлдық жасауды, әке-шешеге жақсы қарауды бұйырды. Ал егер ол екеуінің бірі, немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, түх деме, кейіс білдірме. Сондай-ақ ол екеуіне зекіме де, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле. Кімде-кім осы уақытқа дейін ата-анасының қолынан сүйіп көрмеген болса, ол істі бүгін жасасын. Бүгін ата-анаңыздың қолынан сүйіңіз. Әлде біреу ер жеткелі анасының аяғынан құшақтамаған болса, бүгін тізеңізді бүгіңіз. Себебі жәннат ананың табанының астында. Ренжіткен болсаңыз кешірім сұраңыз. Егер менің анам өзі кінәлі, әкем мені көргісі келмейді десеңіз, бүгін Рамазан, ұмытпаңыз. Жақсылыққа жетуді қаласаңыз, бүгін ізгілік қылып, жамандыққа жол бермеңіз. Бүгін сенде сондай мүмкіндік бар. Ол шайтандар кісенделген, жәннат есіктері ашылған, Алланың мейірімі жауған, кешірім айы, Рамазан. Ата-анамызға қуаныш сыйлау үшін бүгін аянып қалмайық, бауырлар. Бүгін әрбіріміздің ата-анамыздың күлімдегенін, қуанып шаттанғанын көрейік. Ол қуаныш бала-шағасы үшін көрген бүкіл бейнетті ұмыттыратын шынайы қуаныш болуы тиіс. Алланың разылығы ата-ананың разылығында.
Алланың қаһары ата-ананың ашуында. Сіздерге Алла тағаланың есендігі мен мейірімі болсын.